Көңілі түскен адам мезгілсіз өледі. Ауырсыну туралы шағымданбаңыз. Бұл ең жақсы дәрі. Құлағы, көзі, тілі бүтін болу үшін керең соқыр мылқау болу керек. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла басталған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты болуы тиіс. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер, баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз, кетті, келер, тағы кетер. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан, шаң қаптырып адамды, дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Біреуге риясыз сену оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыбып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағидан жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күледі, жылайды алады. Көздермен естен адастыруға да жылатады аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Адамдарға жеңіл болыңыз. Сіз ақылды болғыңыз келе ме, ақылыңмен ренжіме. Бір ғасыр бойы бір тиын үнемдеу күлкілі емес пе? Егер сіз бәрібір мәңгілік өмірді сатып ала алмасаңыз, бұл өмір саған берілді. Қымбаттым біраз уақытқа, уақытыңызды босқа өткізбеуге тырысыңыз. Бұл өмір бір сәт дейсің, оны бағалаңыз, одан шабыт алыңыз. Өтіп бара жатып өтеді, ұмытпаңыз, ол сіздің жаратылысыңыз. Сізді күтетін, сенетін, жақсы көретін және кешіретін жалғыз жер, ата-анаңыз тұратын үй. Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей, оны жинаумен тең. Ақмақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда, ақмақтың қолынан алтын алма. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Жамандық жасама, ол бумеранг сияқты қайтады. Құдыққа түкірмеңіз, сіз су ішесіз. Дәрежеден төмен біреуге тіл тигізбеңіз, және кенеттен бірдеңе сұрауға тура келеді. Достарыңа опасыздық жасама, олардың орнын баса алмайсың. Жақындарыңызды жоғалтпаңыз, сіз оралмайсыз. Өзіңізге өтірік айтпаңыз, уақыт өте келе тексересіз. Бұл өтірікпен өзіңді сатып жатқаның. Егер арам дәрумен құйып жіберсе, төгіп таста. Егер данышпан сізге оқ құйса, қабылда. Жол іздемегендерге жол көрсетілуі екі талай. Тақылдаңыз, және тағдырдың есіктері ашылады.
Құмарлық терең махаббатпен дос бола алмайды. Егер мүмкін болса, олар ұзақ бірге бола алмайды. Билігі бар арамзалардың дастарханында тәттіге азғырғанша, сүйек кемірген артық. Өмір шөл, біз сол жерде жалаңаш жүреміз. Өлім мақтанышқа толы, сен жай ғана күлкілісің. Біз өзендерді, елдерді, қалаларды ауыстырамыз, басқа есіктер, жаңа жылдар. Ал біз өзімізден ешқайда кете алмаймыз, ал егер кететін болсақ, біз ешқайда кете алмаймыз. Егер сіз мейірімділік үшін алғыс күтсеңіз, сіз жақсылық бермейсіз, оны сатасыз. Әйелі бар еркекті азғыруға болады, бірақ сүйікті әйелі бар еркекті азғыруға болмайды. Жұмаққа кіріп, тозаққа тасталды. Ешкім қайтып келмеді. Сіз күнәһарсыз ба, әлде қасиетті ме? Кедей ме, әлде байсыз ба? Кетесің, қайтып келем деп үміттенбе. Сырыңызды адамдармен бөліспеңіз. Қайсысының арам екенін білмейсің ғой. Құдайдың жаратылысына қалай қарайсың? Адамдардан да соны күтіңіз. Тірісінде ешкімді ренжітпе, ашудың жалынымен ешкімді күйдірмеңіз. Тыныштықтың дәмін татқыңыз келсе, мәңгілік азап шегесің, бірақ ешкімге қысым жасама. Таң атқанша өмір жалғасама, білмейміз. Ендеше жақсылықтың дәнін себуге асығыңыздар. Достар үшін тез бұзылатын әлемде махаббатқа қамқорлық жасаңыз. Әр сәт алтын мен күмістен де артық. Раушанның иісін ешкім түсінбейді. Тағы бір әшші шөптер бал шығарады. Біреуге болмашы нәрсе беріңіз, олар мәңгі есте қалады. Біреуге өміріңді бересің, бірақ ол түсінбейді. Сүйген адамда тіпті кемшіліктер ұнайды, ал сүймегенде тіпті жақсылық тітіркендіреді. Бір ғасыр бойы бір тиын үнемдеу күлкілі емес пе? Егер сіз бәрібір мәңгілік өмірді сатып алмасаңыз, бұл өмір саған берілді, қымбаттым, біраз уақытқа. Уақытыңызды босқа өткізбеуге тырысыңыз. Басқаларды ашуландырмаңыз, және өзіңіз де ашуланбаңыз. Біз бұл өлмес әлемде қонақпыз, ал не дұрыс емес, сосын қабылдайсың. Суық баспен ойлаңыз, өйткені дүниеде бәрі табиғи. Сіз жаратқан жамандық, ал сізге міндетті түрде қайтады. Біз туралы тек бізден нашарлар ғана жаман ойлайды, ал бізден жақсылардың бізге уақыты да жоқ. Егер күн өтсе, бұл туралы есіңе түсірме. Алдағы күнге дейін қорқып жыламаңыз. Болашақ пен өткенге өкінбе. Бүгінгі бақыттың бағасын біл.